Теректі, Қарағанды мен Жезқазған арасын жалғап жатқан Шойын жол бойындағы темір жол бекеті. 30-шы жылдары Мысты өңірді табысты игеру үшін ең алдымен көлік проблемасын шешу қажет еді. Ол үшін 1937 жылы ұзындығы 400 шақырым Қарағанды-Балқаш темір жолы Жезқазғанға дейін жеткізілді. Шойын жолмен қатар Сарыарқаның Сайын даласына Степлактың Сергелдеңі де бірге келді. Жезқазған қаласында орналасқан ГУЛАГ жүйесінің лагері Степлак далалық лагерь деп аталды. Ол 1940 жылы Кеңгір өзенінің жағасындағы бұрынғы пионер лагердің орнынан КСРО ішкі істер халық комиссариатының Жезқазған лагері және КСРО НКВД ГУЛАГының комбинаты ретінде құрылды. 2 жылдан соң 1943 жылы үлкен Жезқазғанның құрылысының бәрі НКВД-ның қарауына өтеді. Демек, Степлактың басты міндетіне Жезқазған мыс комбинатын тез арада салып бітіру жүктелген. Лагерде соғыс жылдары және соғыстан кейін тұтқындардың жаңа құрамы пайда болады. Олар бұрынғы әскери тұтқындар, басқыншыларға көмектескендер, жер аударылған халықтар, тұтқын немістер мен қылмыскерлер еді. Жалпы сол уақытта Степлак бөлімшесінің саны 9-ға жетіпті. Соның бірі Теректі станциясындағы 5-ші бөлімшесі. 1954 жылғы дерек бойынша Теректіде 3384 сотталғандар отырыпты. Оның 2270 ер адам, 1614-ші әйел адамдар екен. Бұл шағын ғана Теректідегі көрсеткіш, ал жалпы ГУЛАГ жүйесін. Оның ішінде Қарлак пен Степлакты қоса алсақ, оның бөлімшелеріндегі азап шеккендер саны бірнеше миллионды қамтиды. Сонда жазықсыз жандарға жала жабудың астарында кеңестік жүйенің басқа да түпкілікті мақсаты жатқан сыңайлы. Халық жауы деген атпен кірген 28 бапта 18 несі бар екен, тармақшасы бар екен. Соның 12-сі ату жазасына бұйырады екен. Оның үшін жаңа үкіметке қарсы шығу, идеологияға қарсы шығу, тағы тосқасындағы баяғы үштік екілік кезінде. Соның бір пұшпағы негізіне мына Қазақстанға төнді. Неге Қазақстан сондай лагерь жүйесінің сондай бір тармақталған орталығына айналды? Оның екі түрлі себебі бар. Біріншіден жаңағы қуғынға түсірген тұтқындарды кезіндегі Ресейдің орталығынан, басқа жерлерден алыстатып, мына коммуникация жоқ, байланысы жоқ, далалық жерге жіберу керек болды. Орысша айтқанда изолировать, шектеу. Екінші себебі мынау Қазақстан сияқты кең аймақта кен байлығы көп, жері үлкен, керемет ғаламат, игеретін жұмыс күші жоқ. Қазақстандағы еңбекпен түзету лагеріне қоныстанушыларды бұрынғы партия өкілдері, кулактар мен байлар, айыпты боп табылған жұмысшылар мен шаруалар толықтырып отырды. Тамұқтағы тұтқындар құрамы да әртүрледі. Оларды үсті-үстіне лег-легімен әкеліп, этаппен өзге лагерлерге жөнелтіп жатты. Осылайша саясат сергелдеңіне ұрынған бейбақтардың қияндағы Теректі де терең іздері қалған. Мына тұрған жер барақтың орны. Анау жерден екеу өзі. Бұл барақ екеу. Біреу жаңа әйелдердің жататын жерде, біреу жаңа тамақ ішетін жер. Сол осының сыртынан қоршалып қалған. Оғали. Қолында жақтан жаңағы Дорокоптың берген пропискасы бар. Сол пропискамен келіп постыға естіғанда соны солдатқа прописканы көрсетесіз. Офицер ба, солдат ба, біреу қоса еріп жүр артынан. Сол ішке әйелдердің жатақханасына постыдағы адамдарға барамыз. Сол жерде жаңағы класс бар. Классқа жаңағы офицермен бірге кіреміз. Офицер артында отырады. Ортасында жаңағы әйелдер отырады. Мұнаяғында мұғалім тақтаға есеп шығарып отырады. Сол есеп шығарушы мұғалім мен. Жезқазған қалалық білім бөлімінің жолдамасымен Теректідегі кешкі мектепке жіберілгенде гарнизонның табалдырығын нар тәуекелмен аттапты Ахмеди Ақсақал.
физика мен математика пәндерінің аз сөзділігі абырой болып, жас ұстаз сотталғандармен тек сандар тілімен тіл табысыпты. Қолымда бор, сызғыш, тақтаға жаңа жазып тұрамын, артыма қарауға мүлде жоқ. 45 минут біткеннен кейін, жаңа полицей алып шығарды, алып кіреді мені. Содан кейін алып шығарды. Цифр бар ғой, менікі. Цифрлар жазғаннан кейін бірді біледі, екіні біледі, үшті біледі, төртті біледі, осы жүзге дейін санау біледі де, және жазуды біледі ғой. Заң бойынша жаңа қарама еркектің бетіне, сосын еркектің айтқанын істе деген мәселелер олардың мойнында. Теректі теміржол бекетінен оңтүстік батысқа қарай 2 шақырым жерде Степлактың Теректі бөлімшесінің ескі жұрты сақталған. Таң самалы мен баяу тербелген 6 түп қарағаш, жалжал топыраққа айналған бұрынғы гарнизон ғимараттарының үйінділері сол зұлмат жылдардың бүгінге жеткен белгісі. Демек, сол кешегі келеңсіз оқиғалардың куәгерлері теректілік ақсақалдардың көңіл түкпірінде сайрап тұрған естеліктерін тағы бір жаңғыртқанды жөн санадық. Осы 1949 жыл Степлак деп аталды. Степлак деп аталғаннан кейін мен сол уақытта осы бала кезімізде жаңағы зоналардың маңайынан өтеміз. Ерлер зонасының маңайында, ешқайсы маңайына жолатпайды. Сымнан жасалған нелер бар. Жол жүру қиын. Жақындама дейді. Вышкада жоғарыда солдаттар тұрады. Айқайлап, сол балалық кезеңіміз, осы жерге келеміз, волейбол ойнаймыз, кино көреміз, балалық шағымызды сол 7-ші сыныпта оқып жүргенде осында жүрдік. Басшысы Атанаев Нұртай деген болды. Капитан сол уақытта. Енді бұл жерде швейный фабрика болды. Ау жаңағы нелер, фуфайка, шалбар, соларды тігеді, соны барады да вагонға, анау теректің басына тупек апарып, сол жан жаққа таратып жіберіп отырады. Міне сөйтіп біраз жұмыстар істеді. Біздің ауылдың адамдары жаңағы гелапан шалбар, костюм, неше түрлі бәрін осы швейный фабрикадан жұмыс істеп, бұлмен тікелей байланысты. Ақсақалдың естелігінен байқағанымыздай гарнизонның әскери темір тәртібі ауылдың да күнделікті тыныс тіршілігіне айрықша ықпал етіпті. Бірақ саясат салқыны оларды қаншалықты алыстатса да қазақтың қарапайым қонақжай ниетіне сызат түсіре алмапты. Атанаев Нұртайдың уақытында мына жерге мен 8-9 оқып жүрген уақытта баламын. Содан волейбол ойнадық. Атанаев Нұртай, бүкіл солдаттар, бүкіл офицерлер бәрі қарап тұрды. Алғаш кезде олар бір неті жеңді, екіншісі бір жеңдік, үшіншісі бір жеңдік. Сөйтіп, ура, баламыз ғой, жеңдік, біз солдатты деп ауылға қайттық. Әрине, гарнизондағылар тек доп ойнап бой сергітті десек қателесеміз. Темір тордың арғы бетіндегілер, яғни 2000-нан астам әйел сол заманның ең өтімді әрі қарапайым тауары күпәйке шалбар тігумен айналысқан. Ал қолынан іс келетін бес аспап ағаш шеберлері арасында теректіліктердің жиһаз мүліктерін жөндеп, ортақ тіл табыса біліпті. Әкім темір жолда істейді. Әкіме келіп жолығып, шкаф бір нәрселер істеп әкеп беріп, араласып жүрді кәдімгі. Одан қорқу деген жоқ бізде. Ол түгіл мынау гарнизондағы жаңағы әйелдер не тікті ғой, жаңағы партник нелер тігіп, мақтал шалбар, мақтал нелер әкіп үйге беріп кетеді жаңағы. Сататыны тамақ айырбастайды, айырбастамағы шылым айырбастайды. Сонда үйге келіп, шай-пай ішіп кетеді. Алғашқыда үрке қабылдаған ауыл тұрғындары уақыт өте келе қарлақтықтарды өздеріне жақын тарта бастайды. Тілі де бөлек, түрі де өзгеше, сотталғандар табанды еңбегімен, жаңашыл бастамаларымен қазақи ортаға сіңісіп, үлкен жезқазғанның салынуына өлшеусіз үлес қосты деп еске алады Мизанбай имам. Ол жерде көп барақтар болды, әйелдер зонасы болды. Ол жерде көп латыштар, эстондор, литовецтер болды. Ол жерде сол әйелдерге жұмыс есебінде жаңағы киім тігетін цех болды.
списовка дейді, куфайка, ватный шалбар, солар тікті. Біз аны ойлаймыз, магазин сатып аламыз ғой, сол уақытта фабрикадан шығып жатыр десек, сөйтсек, бірнеше жүздеген әйел адамдар соны тігеді екен. Сосын көктемнен бастап оларды егінге салады, обышқа. Ер адамдар бар, әйел адамдар бар, колоннамен, конвоймен алып барады. Бұл жерде огурцы, помидор екті. Халық жаулары тегін жұмыс күші ретінде сол кездегі үлкен өндіріс пен халық шаруашылығының әртүрлі саласын өркендетуге жегілді. Соғыстан кейін лагерь тұтқындары Жезқазған кен байыту фабрикасы, жылу электр станциясы, Жезқазған қаласының жанындағы Кеңгір су қоймасының плотинасын салды. Сол тұтқындардың күнделікті жұмысы Жезқазған мыс комбинаты және Балқаш металлургия комбинаттарының құрылысымен тығыз байланысты болды. Алайда тұтқындардың негізгі бөлігі ауыл шаруашылығы жұмыстарына тартылды. Лагерьді ұстау үшін қажет азық-түліктің барлығын тұтқындардың өздері дайындайтын еді. Олар жыл 12 ай бойы мал бақты. Жазда дәнді дақылдарды, көкөністерді өсіріп, Жезқазғанның кәсіпорындарымен өндіріс орындарына жөнелтіп отырды. Байқасақ, сонау 50-ші жылдардың өзінде Қияндағы Теректіде заманауи агротехникалық жаңалықтар өндіріске енгізіліпті. Степлактықтар ойлап тапқан ғылыми ізденістің игілігін кешегі 70-ші жылдарға дейін көріпті теректіліктер. Мәселен, ауыл ортасындағы мына 4 апан сол кезеңнің сарқыты. Мына жерде үлкен жабық жер астында қойма болған. Осы мынау 8 чам бар, соған әкеп огурцы, помидор тұздайды. Керек уақытында қалаға қанша сұрайды, сонша қалаға жіберіп тұрған. Мынаның әр қайсының өзінде кемінде бір 3 машина, 4 машина обыш кетеді. Жазды күннің ішінде мынаның ішіне түскенде өзі тастай мұздай болып тұрады. Кәдімгі холодильниктің іші сияқты. Бірақ қана есігі болды, оның өзі күннің шығыс жағына көлеңке жақтан салынған. Мына жерден арбамен келіп, былай әкеледі, соны төгіп отырады. Қазіргі күннің талабымен қарасақ, мұның бәрі ертегінің елесі сияқты. Бірақ кезінде ГУЛАГ империясында кеңестер елінің озық ойлы ғұлама ғалымдарының отырғанын еске алсақ, мұндай жетістіктердің жемісіне иланбасқа шараң жоқ. Енді анау жақта нелер болды, баздар болды, ол малда болды өптеп, сосын үлкен биіктігі 30 метрдей, 25 метр мекен үлкен темірден салынған вентилятор болды, ебелек, су айдайды. Соның ар жағында сосын тұқымды өндіретін қасып қойған ямалар болды. Огурцы, помидорлар, басқа нелерінің өндіріп, сосын анаяққа апарып, темір жолдың ар жағына 2-3 жерден котлован қазған. Мына жерден үлкен сай өтеді, Шағырбай сайы деген. Оның асты өзен сияқты су солай қарай ағады. Көктемде тасығанда бірінші котлованға құйылады, екінші котлован, үшінші котлован толады, онан аққан ары қарай кетеді. Сол су ең бірінші шеткі котлованнан алып, ана жақта бақшаларды қауын қарбыз, огурцы, помидор суарғанда, оның суы азайса, екіншіден өз ананы үргіліріп жасап, деңгейін жоғалтпай тұрады. Анау тұрған не? Котлован. Сол котлованның іші су болды, насоспенен ар жағына огород екті. Сол жерден арбамен сотталған адамдар мынау орталыққа дейін тасып жүрді. Обыштар бәрі төгеді. Содан бараттан орталыққа апарып, складқа апарып төгеді, олар барлық жұмыстар істей бастады. Ал ауыл сыртындағы алып гарнизонға келер болсақ, кезінде оның жалпы аумағы терең орлармен айнала қоршалыпты. Қабаған itтерін абалатып, қырағы солдаттар гарнизон сыртындағы тікенек қоршауды күндіз түні айналшықтап жүретін дейді Жамантай ақсақал. Қазірде қирандылар аумағындағы түйдек-түйдек шырматылған тікенек сымдардың орамасынан адам аяқ алып жүргісіз. Сол зұлмат заманның тот басқан жәдігерлері әлі де шырмауықша шырмауда. Аны зонаның 2 қатар сым болды, тікенек сым, әйелдердің зонасы, 4 бұрышында 4 ағаш вишка болды, үстінде охранник стрелок дейді, солар тұрады винтовкамен. Сосын мұны өрі жердің ар жағында кішкентай ғана бір бас сияқты үй болды, әрегіректе жақсанса қарай. Соның ішінде бір бөлме бар, өз жерде итті тамақтандырады, үйретеді, кинолог деген бар. Солдат
сосын кешке жақын күн батар батпаса 4 итті 4 шынжырмен бір қолына ұстап алып, бір иығында жаңағы винтовкасы бар, осы жерден жеу алып бар, мана зонаға алып барып, 4 бұрышына 4 итті байлайды, ұзын сыммен 4-еуі жүгіріп тұрады. Енді гарнизонның ішкі құрылымы сол заманда қалай болған деген сауалға жауап алу үшін биіктен түсірілген мына көріністерге көз салайық. Бір қатардағы 5 барак жайлары тұтқындардың тұрғылықты орнын айғақтайды. Шоқталдардың іргесінде гарнизон штабы орналасқан. Кәрі еменнің алдында табанына тас төселген алаң солдаттардың күнделікті жаттығатын орны. 60 жыл бұрын отырғызылған ағаштардың әлі күнге дейін тамыр тартып тұрғанына қайран қаласың. 1943 жылы Жезлақпа құрылған лагерь үлкейе келе 1948 жылы Степлак деп аталды. Оның құрамында жаңағы Жезлақтың бөлімшелері кірді, содан кейін жаңағы нөмірі 39-шы әскери тұтқындардың лагерін қосты. Соғыс бітті, енді жаңағы қолға түскен немістер, жапондықтар, румын, немістердің сапында кім соғыс, солардың бәрін әкеп тықты. Орталығы жаңа кеңгір болды, қазіргі Жезқазғанның үлкен есі. Сосын тармақталған оның бөлімшелері көп болды. Жалпы ГУЛАГ жүйесінің 60-тан асқан лагерлері мен бөлімшелері орналасқан Жезқазған жерінде. Енді 60 деген керемет қой. Яғни өндіріске қажет жерлердің бәрінде болған. Соның бірі жаңа өзіңіз айтқан Теректі бөлімшесі. Өйткені Теректі бөлімшесінің қажеттілігі бұл жаңа темір жолмен байланысты. Теректінің сол заманға осындай стратегиялық маңыздылығын ескере келе бөлімшенің тұрмыстық әлеуметтік жағдайына айрықша мән беріліпті. Гарнизонның жеке мәдениет үйі, моншасы, асханасы, спорт алаңқайы, лазареті жұмыс істеген. Мұның бәрі ешқандай жазба немесе қазба деректерінде кездеспейді. Тек биіктен түсірілген мына көріністермен теректілік қариялардың естеліктерін саралау негізінде жасалған болжамымыз. Рас, қаншама жанға жайлы жағдай жасалса да, абақтының аты абақта. Айтпағымыз, айналаңның бәрін тікенек сыммен шандып тастаса да, Теректі лагерінен қашып шығу айғақтары да болыпты. Сәли деген болды. Ол қаладан осы жерде жаңа случай етіп жүрді. Василий деген бір сотталған адам қашты бізде, түрмеден қашты. Сесаревның розыскі жүргізді ғой. Сосын енді жаңа Сәли деген әңгімесін айтайын. Ол жаңағы қазір Қожамқұл драма театры емес пе? Сол жерде жаңағы билеп жүрген қыздардың ішінде отырады жаңағы. Бір уақытта жаңағы Василий деген жігітті Сәли айтады, ай осы бізден қашқан, түрмеден қашқан адам киім кигені әйелдің киімі сияқты дейді. Ерін бояған әйелдің киімін киген. Сосын жаңағы орыс жанындағы билейді ғой. Қолы қап-қатты. Ерлердің қолында емес. Ай осы мен де дәмәл болып тұрмын дейді. Сөйлесе сөйлемейді, үндемейді. Сосын жаңа Сәли деген жігіт билейді. Ол да жаңағыдай неткенде уже ол біле бастайды. Сол кезде екеуі екі есіктің жанына түрегеліп тұрып, сол жерде жаңағы ұстап алады ғой. Гарнизон орнынан 3 шақырым жерде қалың қорым бар. Бұл жер 60 жыл бұрын жерленген жандардың мәңгілік мекені. Бейіттердің көбісі қирап қалған. Біразы топыраққа айналып кетіпті. Ағашқа немесе темірге түскен таңбалардан 50-ші жылдардың табын көреміз. Бертіндегі 90-шы жылдары Балтық бойы мемлекетінен келген туған туысқандары өздерінің осында қаза болған бауырларының құрметіне мәңгілік белгісін орнатыпты. Степлактың Теректідегі 5-ші бөлімше жайлы архив деректері өте жұтаң. Бұл түсінікті де 1954 жылғы Кеңгір көтерілісінен кейін бұл тақырыпқа қатысты мәлімет толықтай жойылған сияқты. Тек Жезқазған қалалық архивінен табылғаны Теректі бөлімшесіндегі партия ұйымының жұмысы жайлы ресми ақпарат қана. Бөлімше партия ұйымының жиналысы ай сайын өтіп тұрған. Басқосудың протоколдары мұқият жазылып, тіркеліп, қағазға түскен. Сол айғақтардан талай жайтты бағамладық. Нақты фамилиялар бар. Бұл дегеніңіз адам тағдыр деген сөз. Байқағанымыз сотталғандардың негізінен жұмысшылар, қалқушылар, инженерлер, дәрігерлер және НКВД тізіміне алынған құрылысқа қажетті еңбек күші ретінде қамалған адамдар екен. Солардың арасынан бір фамилия бізді
айрықша қызықтырды. Мейлінше індетті зерттегеннен соң тағдыры сан тарау кейіпкерге тап болдық. Ол жайында телехабардың екінші бөлімінде кеңінен тоқталатын боламыз.